Баршаларыңызға сәлем, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен муравейниктің рецептімен бөлісетін боламын. Өте оңай және қарапайым заттардан тұрады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Құрамын төменге жазып қалдырам. Бізге қажетті заттар: ұн, бөлме температурасындағы сары май, 1 жұмыртқа және жарты шай қасық сода қажет болады. Барлық заттарымызды үлкен ыдысымызға салып, жақсылап қамыр илейміз. Басы біріккенше қамырымызды илеп аламыз. Сосын дәл осы тестаны 2-ге бөліп, мұздатқышқа жарты сағатқа немесе 1 сағатқа формасын ұстап тұрғанша қойып қоятын боламыз. Және қамырымызды үккіштен өткізіп аламыз. Дәл осылай 2 қамырымызды да үккіштен өткізіп аламыз. Сосын қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. 15-20 минутта біздің тестамыз дайын болады. Өте әдемі, үгілмелі қамырымыз пісіп шығады. Және алдын ала өлшеп алған вареный сгущенкаға біздің дайын болған қамырымызды саламыз және жақсылап араластырып аламыз. Вареный сгущенкаға сары майды да қосып араластырсаңыздар болады. Мен тек вареный сгущенканың өзімен араластырдым. Өте тамаша болып шықты. Барлық осылай араластырып аламыз. Сосын формаға келтіреміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне біздің вареный муравейниктеріміз дайын. Енді осындай ыдысымызға салып, формасын келтіреміз. Қалаған формаға салсаңыздар болады. Оңай осылай түсіреді. Бетіне қалағанша сәндесеңіздер болады. Макты немесе сахарный пудраны да қолдансаңыздар болады. Мен алдын ала ерітіп алған шоколадымды осылай үстінен сәндеп шықтым. Қонаққа қойсаңыздар да өте әдемі көрінеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер және рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер және достарыңызбен бөлісіңіздер. Ас болсын!